Келесі есебіміз 7 үйшікте 19 қоян бар. Қандай да бір үйшіктегі қояндар саны тақ сан болуы мүмкін бе? Мысалы, 7 үйшік берілсін, е? 1 үйшік, 2, 3, 4, 5, 6, 7 үйшік берілсін. Осы 7 үйшікке 19 қоянды орналастырайық. Қай үйшікте қанша қоян болуы мүмкін? Мысалы, 2 қоян түссін біреусіне, екіншісіне 2 қоян түссін, үшіншісіне 3 қоян түсірсек. Так, бізде 5-еу 7 болды, я? 3-еу түсірейік, 2-еу түсірейік. Қанша болды? 6, 10 болды. Ар жағында астына біреусіне 7 қоян түсірсек, екіншісіне 2 қоян түсіреміз, я? Дәл осылай үлестірген кезде бізде қандай да бір үй ашықтың ішінде тақ сан болуы мүмкін. Қандай жағдайды қарастырсақ та тақ саны болады. Жауабына тақ сан болуы мүмкін деп жазамыз. Келесі есебіміз есептеңдер делінген. Біріншісін шығарайық. Амалдап шығарамыз. Бірінші бөлуді орындап аламыз. 25 бүтін 2 бөлу 3 бүтін 2-ден 1 тең. Енді жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып алайық. 25 бүтін 2 бөлу 3 бүтін 2-ден 1 көбейтілген 5 деп жазып алайық. Тең. Мынаны бірінші орындаймыз қазір. 25 бүтін 2 бөлу 3 бүтін 5 болады. Ондық бөлшек түрінде жазсақ, енді 2 бөлу 3 бүтін 5 болады. Бөлетін болсақ, нәтижесі 7 бүтін 2-ке тең болады екен. Ол бізде бөлуіміз. Екінші жақшаны үшін орындайық. 6-ны түсіріп 5 деп 3-тен 3 деп жазалсақ болады. Азайтылған 4 бүтін 3-тен 1. Азайтамыз енді 1 бүтін 3-тен 2-ге тең болады. Так, 2-ге тең болады. Енді осыны көбейтеміз 0 бүтін 6-ға. 1 бүтін 3-тен 2 көбейту 0 бүтін 6 тең. Жай бөлшек аралассан жай бөлшек айналдырайық. 3, 5 болады. Көбейтілген 0 бүтін 6. Қысқартамыз 2 болады, қысқартамыз 2 болады. Сонда нәтижесі 1-ге тең. Төртіншісі, енді мына жерде шыққан нәтижемен мына 1-ді қосамыз. 7 бүтін 2 қосылған 1, ол бізде тең болады екен 8 бүтін 2-ге. Бұл бізде біріншісі. Келесі екінші есебіміз 7 азайтылған 1 бүтін 12-ден 5. 7-дің дәрежесін қысқартып жібереміз, төмендетіп жібереміз. Сонда 6, 12 деп жазылайық. Азайтылған 1, 12-де 5 тең. Азайтатын болсақ бізде 5, 12, 7-ге тең екен. Келесі, енді осыны бөлеміз. Бұл біріншісі де жазылайын. Екіншісі 5 бүтін 12-ден 7 бөлу керек 6 бүтін 7-ге тең. 5 бүтін 12-ден 7 бөлу 6 бүтін 7 деп жазылайық. Енді жай санға айналдырамыз, жай бөлшекке 12, 60, 67 бөлу 10, 60, 67. Бөлуді көбейтуге айналдырып есептейміз енді. Көбейту 67 бөліміне түсіп кетеді де 10 алымына шығады. Қысқартып жіберсек 1 болады. Қысқартып жібереміз 2-ге 5 болады. 6 болсында 6-тан 5-ке тең. Бұл бізде мына бір бөлігі, есептің. Енді екінші жақшаны орындаймыз. Бұл бізде үшінші амал. 5 бүтін 100-ден 75 деп 1-ден жазалайын. Азайтылған 3 бүтін 6-тан 1 тең. Енді осы жерде 75 пен 100 санын 25 санына қысқартып жіберсек 3, 4 болады. Сонда 5 бүтін 4-ден 3 қалады. Азайтылған 3 бүтін 6-тан 1. Ортақ бөлім береміз. 12-ден болса 2, мынаған 3-ден береміз.
Сонда 5, 12, 9. Азайтылған 3, 2, 12. Енді бүтіндерін азайтсақ 2 болады, 12-нің өзі түседі, так 7 болады екен. Ол бізде жақшаның іші. Енді бөлеміз 4-ші, осыны 15,5-ке бөлеміз. 2,12-ден 7 бөлеміз 15,5 деп бірден жазым. Тең 12, так 24, 31 болады. 31 бөлу 10, 155. Тең 31 санын өзін жазып қоямыз 12-мен. Көптігі айналдырсақ 10, 155. Қысқартып жіберсек 5, қысқартып жібереміз. Так, 5 болады. Мынау 2-ге қысқартатын болсақ 6 болады, иә? Сонда нәтижесі 35. Екеуінде бірде 5 санына қысқартып жіберсек, 6-тан 1 кетсем болады. Ең соңғы 5-ші амал. Қосу керекпіз мына нәтижеге. Мына бір нәтижемізді қосамыз. 6-тан 5 қосу 6-тан 1. Сонда 6-тан 6 шығады. Нәтижесі 1-ге тең болады екен.